Ұлы Абай адамның адамшылығы ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады дейді. Отбасы адам баласының алтын діңгегі. Өйткені адам ең алғаш шыр етіп дүниеге келген сәтінен бастап, осында ер жетіп, отбасының тәрбиесін алады. Сондықтан да отбасы адамзаттың аса қажетті әрі қасиетті алтын мектебі. Отбасының адамзат ұрпағына деген ықпалын өмірдегі басқа нәтижелі істермен салыстыруға болмайды. Өйткені ата-ананың балаға деген тәрбиесінің орнын еш нәрсе толтыра алмас еді. Осы ретте ел болам десең бесігіңді түзе деген нақыл сөз отбасы тәрбиесінің маңызын айқындап тұрғандай. Шынында отбасы ол шағын мемлекет. Әр мемлекеттің өзіне тән өндірісі мен өнім бөлісі, сыртқы және ішкі саясаты, кіріс-шығыс бюджеті, қастерлеп ұстанатын рәміздері болатыны рас. Оның құрылымына зор маңыз беріп, мәнін қорғаған, отбасының ар-намысын сақтауға, мүшелерін бір-біріне қатысты адалдыққа тәрбиелеген. Отан отбасынан басталады деген сөздің мәнісі де осында. Ата-ана өз отбасын нығайта отырып, сонымен бірге оның балиғатқа толған мүшелерін үй болуға, өз шаңырағын көтеруге дайындауы жауапты міндет боп саналады. Жас отаудың түтіні түзу шығып, махаббат пен тату тәттілік, береке бірлік орын тепкен жылыяға айналуы, босағасы берік, болашағы нұрлы болуы көбіне көп жас жұбайлардың үлкен үйде алған тәрбиесі көрген өнегесіне байланысты. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің. Анасына қарап қызын ал деп, халық бәрін бастан кешіп, сынақтан өткізгендіктен айтқан. Адалдық пен мейірімділік, жауапкершілік пен кешірімділік отбасында шын ықылас пейілмен баланың көкірегінде орын тебеді. Қазақ отбасында әуелі әке, содан кейін шеше, бұлар жанұя мектебінің ұстаздары болады. Әке мен шешенің баласына қоятын ең басты талап тілектері баланың әдепті болып өсуі. Сондықтан қазақ жанұясы әрдайым әдепті бол, тәрбиесіздік етпе, көргенсіз болма деген сияқты сөздерді балаларының құлағына құйып өсірген. Сайып келгенде қоғамда әдеп, инабат өлшемдерінің терең тамырланып, кең жайылуына отбасының маңызы орасан зор. Әрбір ұяның қос тіреуі ерлі-зайыптылар өздеріне қатысты әдеп, адамгершілік талаптарын, құқықтары мен міндеттерін мүлтіксіз орындаса, бейбіт те берекелі тұрмысқа негіз қаланбақ. Демек ұрпақтарына құтты қоныс, жайлы болашақ қамтамасыз етілмек.